Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Балықтар белгісіндегі жандар үшін апталық болжам 14 және де 20 қараша аралығына лайк басып, комментарий жазып, менің парақшамды қолдап отырсаңыздар деймін. Апта сайын болжам шығарып отырамын. Так, жоғарыдағы бізде екі карта, бұл аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар, аптада орын алған жағдайлар аптаның басында, ортасында және аяғында. Және де бір аптаға кеңес. Келесі бізде жоғарыда паш-чаш, король жезлов. Аптада маңызды әсер беретін жағдай бізде паш-чаш. Бір ойламаған жерден жақсы жаңалық естисіз, жаңағы жақындарыңыздың бірі сәбилі болуы мүмкін, пополнение, ол семья жағынан болсын, или болмаса қаржы жағынан болсын, бір пополнение бар, жақсы мүмкіндіктер, жақсы өзгерістер. Король жезлов, ойланып бір маңызды шаруаны жаңа бастайсыз, немесе аяқтайсыз, немесе шешім қабылдайсыз. Келесі бізде аптада орын алатын жағдай, аптаның басында четверка жезл, аптаның басында білмеймін, қыдыру, қонаққа бару, екінші жартыңызбен уақыт өткізу, жаңағы коллективпен, құрбыларыңызбен қыдыру, қонаққа бару, демалу. Король чаш және де сонымен қатар бір-екі істің арасында шешім қабылдауға тура келуі мүмкін, екі адамның арасында, или болмаса және де бір маңызды шешім қабылдайсыз. Бұл жаңа жұмыспен, қаржымен байланысты. Аптаның ортасы шестерка пентаклей және де луна старший аркан. Аптаның ортасында жасаған жұмысыңыздың еңбек ақыңызды алуыңыз мүмкін, немесе қарызыңыз қайтуы мүмкін, және де ол ақшаға сіздің көңіліңіз толмауы мүмкін, яғни кішкене ойлағаныңыздан аз болуы мүмкін. Қарызыңыз толықтай қайтармауы мүмкін деген сияқты. Луна және де бір адаммен жаңа сөзге келісіп қалуыңыз мүмкін, кішкене эмоцияға мықты болуға тырысқаныңыз үшін, немесе өзіңіз жайлы артық әңгіме естіп қалуыңыз мүмкін. Бірақ мән беріп ол адаммен ұрсысып, ренжісудің түкте де қажеті жоқ, себебі сіз главный ол әңгіменің барлығын өтірік екенін білесіз. Келесі бізде аптаның аяғы четверка мечи және де пятерка пентаклей. Қаржыға байланысты бір аптаның аяғында да көңіліңіз толмайтындай мүмкін, жаңағы табыс көзіңізге, или болмаса біреудің берген ақшасына, қарызың, жаңағы жұмысыңыздың еңбек ақыңызға, или болмаса біреу қарыз алып, қарызын қайтарған уақытта жаңағы көңіліңізден шықпауы мүмкін. Толық мөлшерін қайтармауы мүмкін. Және де соған бір реніш болуы мүмкін. Және де четверка мечи жақындарыңыздың бірін уайымдап, жаңағы кішкене сол нәрсе көңіліңізге тиюі мүмкін. Четверка мечи кішкене адамның ішкі қорқыныш переживаниясы. Енді денсаулығына байланысты, басқа да бір мәселелеріне байланысты жаңағы уайым болуы мүмкін. Және де қаржылай көмек бере алатын болсаңыз, біреу сіздің көмегіңізге зәру болып тұрса, мысалы қаржылай мүмкіндігінше көмек бере алатын болсаңыз, көмектескеніңіз абзал, себебі жақыныңыздың біріне аптаның аяғында сіздің көмегіңіз қажет болуы мүмкін. Келесі десятка пентаклей. Бұл бір аптаға кеңес. Отбасыға, жақындарыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Әкелеріңізге, немесе жолдастарыңызға, күйеулеріңізге, яғни бала-шағаға, жақындарға уақыт бөліп, уақытыңызды жаңағы арнағаныңыз үшін бір аптаның көлемінде. Яғни жұмыс, басқа мәселе емес, отбасыға көбірек көңіл бөлу керек. Және де бұл апта қаржы жақсы келеді, бірақ өзіңіздің қаржыңызға көңіліңіз толмауы мүмкін. Бірақ екінші жартыңыз немесе жақындарыңыздың бірі жаңа қаржылай сыйлық беріп, не болмаса қаржы беріп, ақшалай жаңа көмектесіп, сізді қуантуы мүмкін. Осымен прогноздарыңыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Келесі аптада кездескенше.